Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте дәмді пиязбен бұқтырылған ет жасап көрсететін болам. Кез келген гарнирге бере берсеңіздер болады, немесе өзінде жекелей жеуге болады. Өте еті пылбырап әдемі піседі. Біз етті өзінің сөліне бұқтыратын боламыз. Аз ғана сұйық май құйып, пияз салып. Егер де етін көбірек болатын болса, холодильникке немесе морозилникке салып қойсаңыздар, асығыс кезде кез келген гарнирді жасап тағам ретінде бере берсеңіздер болады. Мен өзім жасаған тағамды салып көрсетіп жатырмын. Еті былбырап әдемі піскен, иісі де керемет. Қазір сіздерге қандай заттар керек екенін айтып өтемін. Қалай жасағанымды көрсетемін. Мен 2,5 килограмм жылқы етін турап аламын осылай. Ірілеу кусок қылып турайым. Сөйтіп оны жуып тазалап аламыз да, қазанға салып, аз ғана май құйып, өзінің сөліне бұқтыратын боламыз жарты сағат. Дәміне қарай тұз, бұрыш салдым. Ол видеоға түспей қалған екен. Бұрыш пен тұз салғаным. Өстіп өзінің сөлі шығады 30 минуттан кейін. Әрі еті жұмсара бастайды. Сол кезде 5-6 пиязды ашып, турап салатын боламыз. Мен бұл жерде 6 пияз турадым. Оны салдым. Бұны да қормаймыз. 3 болгар поршын салдым. Мен турамай бітеу салдым. Егер де қаласаңыздар, турап салсаңыздар болады. Бұны да жақсылап араластырамыз. Бірақ қормаймыз. Сол өзінің сөгінде әдемілеп 30 минутта тағы бұқтыратын боламыз. Қазанның бетін жауып, баяу отта. Міне біздің тағамыз дайын. Осындай пылбырап әдемі болып піседі. Достар, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Асығыс кезде өте дайын тағам, әрі дәмді. Жасап, көбірек қып жасап, холодильникке немесе морозилникке салып қойсаңыздар да болады. Еш бұзылмайды. Дәмі де сол күйінде тұратын болады. Кейін асығыс кезде жылтыр жіберіп, кез келген гарнирмен бере беруге болады. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналға кіріп, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.